Қазіргі таңда қыз-келіншектерге қолдау көптеп көрсетілуде. Енді аналар үй шаруасы мен бала тәрбиесінен бөлек түрлі оқуларға барып шеберліктерін дамытады. Мәселен, шаһарда 170-ке жуық ана шеберлік курстарына қатысып, уақыттарын тиімді өткізеді. Бүгін аналар мен қыздарға арналған дизайнермен арнайы кездесу өтті. Кездесу үстелінде әсерлі әңгіме өрбіді. Басты қонақ Гүлфайруз Нұрбаева қыз-келіншектерге өз өмір жолынан сыр шертіп, кішігірім мотивация берді. Бөлмеде Гүлфайруз Исмаилованың портреті тұратын болған екен. Сұранысқа не үшін ие? Өйткені мен жеке индивидуальный почерк дейді ғой, жеке өлшеммен тігемін. Және де ол Қазақстанның, болмаса біз қазір Америка құрама штаттарына жіберіп жатырмыз ұлттық нақышта киімдерді. Және менің өзімді сол жаққа 16 желтоқсанға шақырып алып отырмын. Ұлтымыздың қазақ екенін бүкіл дүние жүзіне қазақ көрсеткім келеді. Айтуынша, өнімдерді жасауда шабыттандыратын ұлтқа деген сүйіспеншілік, рухани әсемділік екен. Ал мақсатты ұмытылып бара жатқан ұлттық стильді, ою-өрнектерді сән әлеміне қайта енгізу. Дизайнер гүлдей құлпырған қыздар қауымына ұлттық нақыштағы кеудешелердің, түрлі бұйымдардың жиынтығын көрсетпек. Сондай-ақ өзінің тегін мастер-классында ортаға ұсынды. Көпбалалы аналарға және үйінде мүгедек баланы тәрбиелеп отырған аналарға осындай курс біздің орталығымызда тегін қысқа мерзімді оқыту курсы ұйымдастырылған. Осы соның бірі осы бойтұмар қолөнер және дизайн курсы. Айта кетсек, мұнда қолөнерден өзге аспаздық, бет әрлеу, тырнақ сәндеу курстарда қарқынды жұмыс істейді. Дәл мұндай шаралар қалада жиі өткізілуде. Нақтысы қыз-келіншектерге арналған рухани, мәдени кездесулер тәрбие мен танымды кеңейтеді. Сондай-ақ ұлттық мұраларды жаңғыртуда олардың алар орны орасан зор. Назерке Аяз, Нұртай Ыбырай, Элдар Түстікбаев, Аймақ.